Сәлем достар, бүгін мен сіздерге өте дәмді әрі ерекше тәсілмен дайындалған картопты драники пісіріп көрсетемін. Картопты мен кәдімгі сәбіз тазалайтын құрылғының көмегімен жұқалап турап шықтым. Барлығын өткізіп болған соң табаға сәл сұйық май құйып, картоптың бәрін салып жібердім. Үстіне 3 жұмыртқа қостым, аздап тұз, қара бұрыш, паприка сеуіп, қақпағын жауып 5 минут пісіріп қойдым. 5 минут өткен соң абайлап аударып, жұмыртқа жағынан да жақсылап пісіріп алдым. Тағы 5 минуттан кейін драникамыз дайын. Енді оны табаққа шығарып, үстіне үкіштен өткізілген сыр сепеміз. Табада қалған майға колбасаны қуырдым да сырдың үстіне төктім. Міне дәмі тіле үйрер, іші жұмсақ, сырты қытырлы, хош иісті драники дайын болды. Қарапайым құрамдармен осындай әдемі әрі тойымды тағам жасауға болады. Осындай жеңіл, бірақ ерекше дәмдер ұнаса, арнама жазыл, видеоны бағалауды ұмытпаңыз, дәмімен бөлісіп көріңіздер. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ас болсын, егер арнаға тіркелмеген болсаңыз, тіркеліп мені қолдап кетуді ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған Жансая.